химия есептерін нөлден бастап білгіңіз келсе, үйренгіңіз келсе, менің арнама жазылып алыңыз. Және де осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл есептің берілгені мынадай. Шешілуі мына бөлімге жазылады. Ең бірінші бұл жерде 100 килограмм картопта, оның картоптың құрамында әрине крахмал, крахмалдың массалық үлесі 20% делінген. Сондықтан да біз 100 килограмм картоптың ішіндегі крахмалдың массасын тауып аламыз. Яғни бұл жерде қарапайым пропорция құрастырамыз. 100 килограмм картоп 100%, я. Өйткені бізде жалпы массасы картоптың 100 килограмм, яғни 100%. Құрамында 20% бар крахмал. Сол крахмалдың массасын анықтайық. 20%, яғни 100 килограммның 20%-і қанша килограмм болатынын осы пропорция арқылы анықтаймыз. Ол үшін 100 килограммды 20-ға көбейтеміз, шыққан санды 100-ге бөлеміз. Сол кезде 20 килограмм болады екен. Енді әрі қарай біз глюкоза туралы айтылған, яғни картоптан алынатын глюкозаның массасын анықтау керек. Картоптың құрамында, әрине картоптың өзінің химиялық формуласы жоқ. Картоптың құрамындағы өткен крахмал берілген, сол крахмал бойынша біз есепті жүргізетін боламыз. Яғни осы крахмалдан біз глюкозаны алу формуласын жазатын боламыз. Яғни реакция теңдеуін жазамыз. Ол келесідей болады. Яғни бұл жерде крахмалдан біз глюкоза алу реакциясын жазамыз. С6H10O5 сыртында N қосылған NH2O. Нәтижесінде глюкоза C6H12O6. Және мінекей осындай реакция жүреді. Яғни мына C6H10O5 деген бұл бізде крахмал формуласы. C6H12O6 бұл глюкоза формуласы, яғни глюкоза алынды. Осы реакция теңдеуіне қарасақ болады. Бұл жерде, яғни біз қазір тауып отырған 20 килограмм деген мынау крахмалдың массасы табылды. Енді біз табу керекпіз мынау глюкозаның массасын. Өзімізге белгілі қарапайым формула арқылы пайдалансақ болады, немесе пропорция арқылы пайдалануға да болады. Мен өзім өз әдісім бойынша, яғни мен осы масса бойынша зат мөлшерін тауып аламын. Зат мөлшерін табу формуласы нью тең М бөлінген М-ға, М деген МР-ға тең. Сол кезде М деген мынау крахмалдың беріліп тұрған массасы 20 килограмм, бөлеміз М деген МР-ға тең. Яғни ол бізде өзінің молекулалық массасы. Яғни С деген 12 болса, 12-ні 6-ға көбейтеміз, оны қосамыз. Сутек 1 болса, 1-ді көбейтеміз 10-ға, 16-ны көбейтеміз 5-ке, және барлығын қосқан кезде 162 болады. Яғни бұл молекулалық массасы бізде М-ға тең, мольдік массасына. Сонда 20-ны 162-ге бөлген кезде 0,123 моль болады екен. Моль болады. Енді мынау бізде глюкозаның массасын табу үшін жай ғана осы зат мөлшерін көбейтеміз осының МР-на, яғни молекулалық массасына. Молекулалық массасын табу мынадай болады, яғни бұл жерде әр атомды көбейтеміз мынау индекстерге. Яғни мысалы көміртегі 12-ні көбейтеміз 6-ға, 1-ді көбейтеміз 12-ге, оттегі 16 бізде, 16-ны көбейтеміз 6-ға, және шыққан санның барын қосқан кезде 180 болады. Масса табу формуласы мына жерден шығатын формулада М тең нью көбейтілген М формуласына қоямыз. Дегеніміз мынау, жаңа тауып алған 0,123-ті көбейтеміз мынаның МР-на жаңа есептеген 180-ге. Яғни мынау молекулалық массасына көбейтеміз. Сол кезде 22 килограмм. Яғни 22,122 килограмм болады екен. Мінекей достар. Яғни мінекей масса табу формуласы мына формуладан шығып отыр. Масса тең нью көбейтілген М. Мінекей жазып қойдым. Біздің тауып алған зат мөлшерімізді көбейтеміз осы глюкозаның МР-на 180-ге. Сол кезде 22,22 болды.
Енді біз оның практикалық массасын табу үшін бізде әрине мынау глюкозаның шығымы берілген басында шығымы 90% деп тұр. Сондықтан да біз өзінің практикалық массасын табу үшін глюкозаның осы массаны көбейтеміз 0,9-ға. Мына жерде қараңыз, мынау 90% дегенді 100-ге бөліп жүрген кезде 0,9 болады. Яғни біз сол кезде мына пайыздан құтылып кетеміз. Сондықтан 0,9 деп алсақ та болады. Немесе мына жерде 22-ні 90-ға көбейтіп 100-ге бөлуге де болады. Бірден жұмысты ұзартып отырмай, бірден 0,9 деп алуымызға да болады. Яғни сол кезде мына жерде М практика 22-де 22, яғни мынау табылған масса көбейтеміз 0,9 деп ала қоямыз. Сол кезде бізде 20 килограмм. Мінекей достар, сол кезде бізде жауабымыз, яғни глюкозаның массасы 20 килограмм екен. Егер осы видео сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Келесі есебіміз мынандай, яғни берілгенін жазып қойдым. Бұл жерде яғни қалыпты жағдайда 6 литр оттегінің массасы 6 литр метанның массасынан неше есе ауыр деп көрсетілген. Алдымен осы берілген екеуінде де 6 литр. Сол бойынша біз бірінші зат мөлшерін тауып алайық. Қарасақ, екеуінде де 6 литр, және де зат мөлшерін табу формуласы бізде мынандай. Нью тең В бөлінген ВМ. Нью дегеніміз мынау зат мөлшері тең В деген көлем, ВМ деген мольдік көлем. Мольдік көлемнің мәні бұл тұрақты шама. Осы жерде мәнін қояйық. В деген 6 литр. Екеуінде де 6 литр болғандықтан тек бір рет есептейміз. ВМ-нің мәні тұрақты 22,4. 6-ны 22,4-ге бөлген кезде 0,27. 0,27 моль болады. 0,27 моль болды. Енді біз осы моль бойынша екі газдың да массасын анықтап аламыз. Өйткені бізде массалары туралы сұрап отыр. Көлемдері берілген. Массасы екінші газдың массасына неше есе ауыр екендігі туралы айтылған. Сондықтан да біз массасын анықтап аламыз. Массасы сұрап отырғандықтан осы бір зат мөлшері, өйткені екеуінде де 6 литр деп айтылған. Сондықтан да осы бір зат мөлшері бойынша екеуінің массасын тауып аламыз. Яғни бұл жерде масса табу формуласы М тең нью көбейтілген М-ға. Бұл жерде нью дегеніміз, М деген масса, зат массасы, нью деген зат мөлшері, М дегеніміз молярлық масса. Бұл деген молекулалық массаға тең, МР-ға тең, яғни заттың жалпы массасына, өзінің мынау мысалы молекулалық массасына тең. Бірінші оттегі үшін тауып алайық. Зат мөлшері екеуіне бірдей 0,27 көбейтеміз. Айырмашылығы тек мынау МР-інде, яғни молекулалық массасы екеуіне екі түрлі, өйткені екеуі екі түрлі зат. Бірінші оттегінің молекулалық массасы 16-ны көбейтеміз 2-ге. 16 бұл кестедегі массасы оттегінің, 16-ны 2-ге көбейтеміз, сол кезде 32. Яғни 32-ге көбейтеміз. 0,27-ні 32-ге көбейткен кезде 8-де 64. 8-де 64 болды. Енді екінші бұл оттегі үшін. Жақшаң кішкене оттегі деп жазып қойдым. Келесі, тура осы формуланы пайдаланып, мынау метан үшін тауып аламыз. Мынау зат мөлшерін алып, 0,27-ні көбейтеміз. Мына жерде көміртегі 12, сутегі 1, 1-де 4-ке көбейтеміз. 4-ті 12. Сонда 16 болады. Яғни бұл метан газы үшін, метанда 16-ны 0,27-ге көбейткен кезде 4-те 32. Бұл метан CH4. Жақшаға жазып қойдым. Енді неше есе ауыр екендігін білу үшін біз әрине массаны
есе деп айтып тұр. Сондықтан да бұл жерде мына массаны, оттегінің массасы метаннан деп тұр. Яғни оттегінің массасын бөлеміз метанның шыққан массасына. Сол кезде неше есе екендігін көретін боламыз. 8-де 64-ті бөлеміз 4-те 32-ге. 2 есе. Яғни бұл тест сұрақтарында кездесетін есептердің бірі. Яғни жауабында 2 деген вариант бар. Яғни бұл жерде 2 есе болады екен. Яғни оттегінің массасы метан массасынан 2 есе ауыр. Егер сізге осы видео пайдалы болатын болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.